Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ең оңай дәмді печеньенің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен таза ыдысымызға бөлме температурасындағы сүтімізді, жұмыртқамызды, құмшекерімізді және ерітілген сұйық майымызды, яғни сары майымызды, дәміне қарай тұзымызды, қопсытқышымызды салып араластырамыз. Үстінен ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырып илейміз. Дәл осындай жұмсақ та болады, көріп тұрғандарыңыздай. 10-15 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Мұздатқышқа, морозилікке салмайсыздар. Алып жаямыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, және де осы видеоны достарыңызға жіберіп, бөлісіп отырсаңыздар. Үйге істеп қойсаңыздар, яғни балдарыңыз дәл қазір мектепке барып жатқанда сумкасына салып берсеңіздер, пайдалы, яғни өзіңіз үйде жасаған печеньеңіз өте дәмді болып шығады. Үйде егерде формаларыңыз жоқ болса, кәдімгі бокалдармен, сок ішетін сондайлармен ойып жасасаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 15-20 минутта пісіп шығады. Яғни қызарып піскенше ұстайсыздар. Өте дәмді, жұмсақ. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Міндетті түрде істеп көріңіздер, және де каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп, бөлісіп отырсаңыз.